Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер, құрметті оқырмандарым. Бүгін сіздермен бірге бар жоғы 20 минутта дайын болатын қатпарлы самса дайындайтын боламын. Алдымен ыдысымызға бір жұмыртқаны салып, оның үстіне сұйық май, тұз салып, жақсылап араластырамыз. Одан соң жылы суымызды құйып, біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Массамызға алдын ала електен өткелген ұнымызды салып, бір шай қасық қопсытқыш салып араластырамыз. Ұнды міндетті түрде елеп алыңыздар, сонда қамырымыз өте әдемі болып шығады. Қамырымызды ие қанғанша жақсылап елеп, үстін пакетпен жауып қоямыз. Қамырымызды 10 минуттай тындырып алсақ болады. Енді самсамыздың салмасын дайындайтын боламын. Тартылған етіміздің үстіне ұсақтап туралған пиязды, тұзды, қара бұрыш салып, жақсылап араластырамыз. Етіңіз майсыздау болса, үстіне сұйық май қосып араластырсаңыз болады. Енді қамырымызды осындай 4 бөлікке бөліп суала жасаймыз. Осы менің каналымда көптеген рецепт түрлері бар, тіркеліп кетсеңіздер болады. Енді қамырымызды жұқа етіп жаямыз. Енді үстіне бөлме температурасындағы сары майды осылай жағып шығамыз. Неке қамырымыздың үстіне осылай сары майымызды толық жағып аламыз. Одан соң осылай бірдей бөліктерге бөліп шығамыз. Неке фаршымызды салып, осылай түйеміз. Самсаңыз оңай әрі тез түйілгендіктен көп уақыт қажет етпейді. Самсаларымыздың бәрін түйіп болып, осындай формаға жайғастырамыз. Енді жұмыртқамыздың саруының үстіне бір шай қасықтай сүт құйып, жақсылап араластырып, самсамыздың бетіне жағып шығамыз. Енді қызып тұрған пеште 200 градуста 20-25 минутта самсаларымызды пісіріп аламыз. Неке оңай әрі тез дайын болатын самсамыз дайын. Назарларыңызға рахмет, ас болсын.